Аден Турусбеков, Күмбөз, әңгіме. Жан бүткөндүн бар үчүн маңдайга жазган талашсыз бир чындык бар. Ал акыреттик сапар. Мына ушул кайра келбес сапарга бүгүн чоң апамды узатып келдик. Биз үчүн кымбат адамдын жаштыгы өткөн тамдын маңдайында тигилген боз үйдү чечип, казан тулганы ээлерине жеткирип бергиче көөгүм да кирди. Чийки кыш менен салынган короонун далдоосунда буу атып, кайнап аткан самоорго көз салып терең ойго батам. Кернейден ыкшып чыккан түтүн көзгө жаш тегерентип, чоң апамдын эмки кышка калбай, күн жылууда силерди кыйнабай кете берсем болмок деген халпейим сөздөрү кулагыма жаңырат. Өксүгөнүм чоң апам 90го чыгып, мен үйлөнгөндө ак батасын берип каршымда турса, заман тарып калмак беле деп, тагдырга күйүтүмдү шыбырайм. Жүзүнөн жылмаюу кетпеген чоң апам 83кө келсе дагы өзүнө тың болчу. Колундагы баласын шаарга барып иштей бер деп, макулдугун берип, келини менен айылдагы чоң атам салган куттуу үйдө калган. Небере кыздарын астына салып алып, малды кезүүгө кошуп, кышкыга тезек камдачу. Көзүм көрбөйт дегени менен телевизордун экранында жүгүргөн тексттерди менден түзүк окучу. Чоң апам каза болоорун сезгендей жанына небересин чакырып, "Жаңылай, балдар кыздарым жылда жаңы жылдын эртеси келип куттуктап кетишчү. Быйыл жол карасам күттүрдү го" деп келбей калган балдарына зээни кейип, кулагындагы сүйкөнү чечип бир кызына, колундагы шакегин чечип бир кызына бөлүштүрүп, шашылыш түрдө Жаңылайды аманаттарды ээсине тапшырып кел деп шаарга узаткан. Өткөн кеткен окуяларды эскерип терең ойго батып кетиптирмин. Босогодон "Арсен, кайнаган самооруңду алып кир, чай ичели" деп жеңем оюмду бузду. Төркүйдө жайылган ак дастарконго кыйышпас туугандар толук чогулган. 3 күндөн бери чай куюп жүрүп, өңдөн кеткен шаардык жеңелер ысык чайларын төргө узатып буту-бутуна тийбейт. Дастаркондогу төгүлгөн боорсокту мына оозго салаарда креслодо отурган тиш доктур агам маселени кабыргасынан койду. Буйруса, мойнубуздагы милдеттен кутулдук. Жаназага союлган жылкыны атамдын бир туугандарынын балдары көтөрүштү. Уйду мен сойдум. Дастарконго ар бирибиз 12 миңден чыгарып, 72 миң сомго тасмал жайдык. Эми алдыда турган калган парыздарды бөлүшөлү. Мисалы, жетилиги, кыркылыгы, жылдыгы, күмбөзү деген бар, деди Мырзабек байкем. Килемге 2 кабат төшөлгөн төшөктө отурган үйдүн улуусу катары Акылбек атам көз айнегинин буусун жүз арчысы менен сүртүп отурган келинчегин көзүнүн кыры менен бир карап алып сөзүн баштады. "Жылдыгын биз көтөрөлү, күмбөзүн Мыктыбек сен тургуз, кыркылыгын күйөө балдар моюнга алсын" деп сөзүн салаваттуу бүтүрдү. Чай үстүндө отурган туугандар айтылган сунушту бир ооздон колдоп макул болушту. Чоң апам шаардагы доктур уулунун тун баласы Бектур байкемди аябай жакшы көрчү. Биринчи небере таттуу болот деген туура экен. Туулган күнү дегенде күн чыга электе келинин ойготуп, уюн саадырып, жаңы бышкан сүтүн бөтөлкөгө койдуруп, атайы жүгөрү берип багып жүргөн семиз корозду сойдуруп, башка неберелерине бербей сактап жүргөн үйдүн жалгыз түп алмасын баштыкка салып алып, кыштын күнүнө карабай куттуктап келмекке шаарга жөнөчү. Чоң апам жайында кызынын үйүнө конокко барат. Баары жумушка кетип үйүндө 5 жашар кызы менен калган го. Баягы тентек Раяна "Сизди эшикте бирөө чакырып атат" деп жетелеп чыгып, сыртка чыкса дарбазаны ичинен илип салыптыр. Күйөө баласы жумуштан келсе, кайненеси эшикте турат дейт. "Ай апа, бул көчөдө эмне турасыз? Жүрүңүз үйгө" деп ээрчитип кириптир. Ошондон кийин "Шаарыңарга барбайм" деп таарынып да жүрдү. Басса турса, хайылдагы жашоодон өтөрү жок. Шаарыңар өзүңөргө эле буйрусун дегенин баарыбыз эле уктук окшойт. Жайлоодогу мал семирип четинен мууздаганга жарап калган учур. Мөмө байлап турган бактырактардын жалбырактары бырышып, курап калчудай түр жаратканынан кезекке туруп суу жыгып келгем.
Kulak baylap, darақтардың bir соуына қылайын деп, етекчеңді түріп, суғарып жүрсем, атам телефонума çalып қалды. Арсен, Қазыбек Аяш атаң шаардан келіптір. Ертеңнен баштап ішке кірішкілі. Көр жұмыш қалақсыбай, уағында күнбөзді бүтірелі. Бұл күнді өзімді күтіп жүргем. Мақұл дедім. Таңызанда Қазыбек атам майда жүйде керектүү бұйым теремін көтіріп, үйге келіптір. Атаң цементті бейт башына апарып қойыптыр. Жүр, бары баста қимылдай берелі. Азыр батылы күн ысып кетеді. Ха, баса, атаң баш жазғанға тыйын таштады беле? Күрек кетменебізді көтөрүп, бейітті көздөй баратсақ, жолда 90-ға жақындап қалған жеңіш чоң атам таң қазанды тыңшап тұрған екен, бізді көріп, үйіне кіріп баратқан жерінен тоқтап, біздің жақындашуызды күтіп қалды. Ассаламу алейкум, қандай чоң ата? Қош қолда ұшыраштық. Алейкум салам, деп мергеншідей бір көзін жұмып бізге бұрылды. Су жыққаны барадасыңар ба? Деді кетмен күрегімізге қадалған қария. Жоқ, чоң апамның күнбөзін тұрғызалы деп баратқанбыз. Емнегедір бұл жоғым анын жаңыры бүтіп келет қанжаратын сыйырқандай болды. Хей, байқұшым, айылда менен сөйлешчі кіші қалбай қалды. Жалғыз чоң апаң бар еле, халдағы таштап кетті. Қошташқонғы да үлгірбөдім. Же анын 3 күннен бері орып атқанын берді құл байкең айтып қойбайды. Деп байкеме тарынып жүргенін айтып кейіп кетті. Қайрат қылыңыз чоң ата, деп алы күші қалбаған қолынан қырмаса мыйлап жіберді. Құдай мені жүгіріп жүрген жерімден алып кетсе болады әлі. Ертерек арқы дүйнеде мені күтіп қалыштығы. Тең тұштардан мен еле қалдым. Чын барқымды алардай ешкім білбес. Аманат қылған адамдардың барына топырақ салдым, деп бізді қиылып жатып ұзатты. Айылдың үсті жағындағы арчалуу көрістіңгі қазы кеме көбіз күндін нұрынан мұрын жеттік. Мүрзе сүрді. Чиит деп қайдадыр чымчықтар ұчып жүршет. Bir mezgilde senimenin Muraптың үйінде су талашып, жағалашып жүрген адамдар мінтеп таш естелікке айланып, бейттен жай тааптыр. Мүрзөнің босоғысын аттаған діле қасқа тартызілген күнбөстер көз көрінады. Денемді майда қалтырақ басты. Мұна сол жақтан Тұрымбек ағай, Сайдын ата, Бектұрсын ата, Гүлбайра жеке, Аманат апа, Мансыра жей, Алымбек ата, анан менен чоң апам. Бары бір көчі болып түшіптір. Чоң атасының жанында марқұм байыш досым да жатады. Аларды көріп алып бүткөн бойым дүркіріп, чекемден мұстақ тер, көзімден ысық жаш сызылады. Шумажал жаш қарыға қарап айттыра. Кече еле маңдайыңда саға жылу сөзін айтып тұрған адамдың күнбөсін тұрғызып қыларымды кім біліптір. Жерде көрінбей қалған кішілерден бір айыл болып жатқан бейтіне Құран оқып бата қылдым. Дөменден күйігіп, қазы кем шығып келіп, тетіге ақчы олықчан Аманат ежекем түрі кезінделе чалының жанынан орын алып қойған, балдары рас керезін атқарышқан екен. Бейт толып барадады. Білінбей оғызына келіп қалыптыр, деп зейні кейді. Қазы кемнің көрігөч ұсталығы менен 2 жұмаға жетіп жетпей күнбөзді тұрғызылды. Кече құроуда жем чөп жеп атқан қойдың еті бүгін қазанда қайнап атады. Шорпыны сапырып, тұзын көріп атсам, Бердіғұл байкем жаныма басып келіп, ет пышып қалса, шорпаңдан бір чыны қойчы, тұзын көрелі, деп жиылған отындың үстіне көчік басты. Қазандағы шорпыдан Бердіғұл байкеме қойып бердім. Isық шорпыдан уырттап, Арсен, сен азамат бол өсіп келетасың. Мына, өткенде апам қаза болғанда өзің шаарда жүрсең дағы, класстастарың сені жоқтатпай, боз үй тегеп, қазан тұлға ташып, отын жарып, мал сойып, еттін барын бышырып, таң атқанша қызмат қылышты. Менімше, чоң апаңдан арбағы разы болдық шайт. Енем мұндан ары апауыз біз күлсек қоша күліп, алақан жайсақ батаның ішінде болады. Ұнытпа, Арсен, апауыз айылдың, ұрғызын майынесі болған. Алмай ене деген өлбейді. Өйде тұрып, байкем мені өзіне имере тартып құчағына қысып тұрды. Екеуіміздің өндебей бір самыға тұрып қалдық. Аменеме қарекем талып біздесем да,
Joňa apamdy tapmasymdy bilip, jüsümdi ary burup ketdim.